Біздің мектеп, бұл мектеп тірек мектеп. 2023 жылдан бастап күрделі жұмыстан өтті. Биыл біз сол күрделі жұмысты аяқтап, осы жаңағы Қазақстан халқы қоры, Айтас холдинг, Назарбаев зияткерлік мектебі мен білім беру саласын тұрақты дамыту қорының арқасында ауылдық жерлерді тірек мектебін әлеуетін арттыру жобасына қатыстық. Сол жобаның арқасында бізді енді қазіргі түгел 33 кабинетіміз жаңартылды. Биыл 281 оқушы оқиды осы мектепте. Кабинеттеріміз заманауи құралдармен жабдықталған. Былтырғы алдыңғы жылдарғы немен салыстырсақ, көптеген жақсылықтар бізге енді түгел интерактивті тақталар, жаңағы мебель, ішіндегі қондырғылар түгел қазіргі балаларға жаңадан білім сапасын арттыруға үлкен мүмкіншілік береді. Биылғы оқу жылында ағымдағы жоспар бойынша күрделі жұмыстар жүргізіліп, жаңадан жабдықталып, бүгін жаңа жыл қарсаңында мектебіміздің жаңа кабинеттердің салтанатты ашылу шарасы өткелі жатыр. Ата-аналар тарапынан да, оқушылар тарапынан да осы мектебіміздің осындай жетістіктерге жеткеніне, осындай мүмкіндікке ие болғанына біз өте қуаныштымыз. Облыс бойынша 8 мектеп тірек мектеп болған, соның бірі Ұлан ауданының Бозанбай орта мектебі сол 8 мектептің тірек мектептің ішіне еніп тұр екен. Бұл біз үшін өте керемет қуаныш, жаңалық десек те болады. Оқушылардың барлығының сабаққа деген қызығушылықтары артып, олардың көздері жанып, барлық тапсырмаларды ойдағыдай орындап, білім сапасы артады деген біз сенімдеміз. Осы мектепте 1-ші сыныптан бері оқып келе жатырмын. 1-ші сыныптан бері осы 9-ші сыныпқа шейін негізі мектеп ескі болған. Осы жылы ғана жаңарып, бірнеше миллиардтар ақша бөлініп, осы жылы өте керемет мектепке айналып кетті деп айта аламын. Жаңадан интерактивті тақталар келді, планшеттер келді, әрбір апайларға компьютерлер беріп, Wi-Fi-лар қойылып, бұның бәрі бізге өте қатты көмектесті деп айта аламын. Бірге қоса балаларға да өте қатты көмектесті. Балалар осы жаңа технологиялардың арқасында сабаққа деген қызығушылықтары артып,